Ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша, елімізде 2021 жылы 466,5 мың бала дүниеге келген. 2022 жылы туылғандар саны 443,900 бала. Бала туу көрсеткіші бойынша аймақтарды екі санатқа бөліп қарастыруға болады. Статистикасы жоғары көрсеткіштерді тіркейтін оңтүстік және батыс аймағы, сонымен қатар жаңа туған нәрестелер әлдеқайда аз солтүстік, шығыс және орталық өңірлер. Жаңа туған нәрестенің саны бойынша Түркістан облысы алда келеді. Былтыр, яғни 2022 жылы онда 58,2 мың бала дүниеге келген. 36 мыңнан астам сәби дүниеге әкелген Алматы қаласы екінші орында болса, үшінші орындағы Алматы облысында 35 мыңға жуық бала өмір есігін ашқан. Ал 1000 адамға шаққандағы жалпы туу коэффициенті бойынша Маңғыстау, Түркістан, Қызылорда, Жамбыл облыстары мен Шымкент қаласы алда тұр. Оларда 1000 адамға шаққандағы жалпы туу саны 25-тен асады. Қалаға шоғырлану мен әйелдердің әлеуметтік рөлінің өзгеруіне байланысты қыздардың бірінші некеге тұру жасы да артуда. Бұл өз кезегінде бала туу жасын өзгертеді. 2018 жылы елдегі еңбекке тартылған әйелдердің орташа жасы 28,7 жас құраса, 2022 жылдың соңына қарай ол 31,5 жасқа дейін өскен. Материал ранкинг ақпараттық сайтының негізінде дайындалды.